Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте тамаша болып шығатын дәл осындай нанның рецептісін көрсеткім келіп отыр. Менің каналыма әлі тіркелмеген көрермен болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қоса отырыңыздар. Дәл осындай өте керемет болып шығады. Дүкеннің нанынан да 10 есе артық деп айтқым келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дәл осындай керемет таба нанды бірге әзірлейік. Ең алдымен ыдысымызға ашытқы және қант салдым. Үстінен жылы сүтті құйып, жақсылап араластырып, осы ашытқыны 5-10 минут уақыт аралығына көтерілуге қалдыратын боламын. Менде 5-6 минут уақыт аралығы өткеннен кейін ашытқы дәл осылай көтерілді. Келесі кезекте ұнның ортасына осы ашытқымызды құямыз және ерітілген сары май құямын. Үстінен жылы сүтке 1 шай қасық тұз салып араластырып, тұзымыз ергеннен кейін ұнның үстінен құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осы қамырға кеткен ұнның және қалған өнімдердің толық рецептісін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Дәл осылай қолдың көмегімен күш салмай, өте жұмсақ, нәзік қамыр илейтін боламыз. Дәл осындай қамырымызды біріктіріп алдық және ыдыс ішінде кішкене басып аламын. Қамыр әбден біріккен сәтте осы қамырымызды дастархан үстінде илейтін боламын. Дастархан бетіне кішкене май жағып аламын. Және осы қамырымызды дастархан үстіне түсіріп, қолдың көмегімен ары қарай илейтін боламын. Қамыр өте керемет болып көтеріліп, және тамаша жұмсақ болу үшін міндетті түрде ұзақ уақыт аралығында дәл осылай илеп алған дұрыс. Сол кезде біздің нанымыз керемет болып көтеріліп шығатын болады. Сол себепті ерінбей илеп алуға кеңес беремін. Дәл осылай әбден басып алдық. Дәл осындай эластичный, қолға жабыспайтын керемет қамыр пайда болды. Осы қамырымызды ыдысымызға салып, бетін кез келген пакетпен немесе пищевой пленкамен жауып қоюға болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызда, және бетін орамалмен жауып, жылы жерге 1 сағат уақыт аралығына қамырымызды көтерілуге қалдырамыз. Арада 1 сағат уақыт аралығы өткеннен кейін қамырымыз толыққанды ашып, көтеріліп шыққан. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр. Осы қамырымызды дастархан бетіне түсіріп алатын боламын. Осы қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, кішкентай күлше нандар жасайтын боламын. Нанның көлемін өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кішкентай етіп жасауға болады. Және дастархан бетінде осы қамырларымызды томалақтап, дөңгелетіп алатын боламын. Мен нанды дәл осындай көлемде жасаймын. Орташа көлемдегі нандарды пісіретін боламын. Келесі кезекте бетін жауып 10 минутқа көтерілуге қалдырамын. 10 минут уақыт аралығы өткеннен кейін міндетті түрде пешті 180 градуста алдын ала қыздырамын. Және осы уақыт аралығында дәл осылай қолдың көмегімен кішкентай нандардың формасын келтіретін боламын.
осылай нандарды ыдысқа салғаннан кейін міндетті түрде тағы да бір қатар басып шығатын боламын. Және бірден жұмыртқаның сарысын жағатын боламын нанға. Келесі кезекте нанымызға тағы да әдемі форма беру үшін дәл осылай екі шанышқының көмегімен ою салып шығатын боламын. Егер де сіздерде арнайы нанға арналған осындай ою салатын құралдарыңыз болса, сол құралмен жасап алуға болады. Келесі кезекте нанның үстінен ақ және қара күнжіттен себелеп шығамын. Осымен біздің нанымыз пісіруге дайын. Осы нандарымызды 180 градуста 20-25 минут уақыт аралығында әр пештің қызуына байланысты пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте екінші ыдысқа дәл осы реттілікпен нандарды салып, үстінен күнжітті сеуіп, осы нанымызды да пеште пісіретін боламын. Осымен менің ыстық наным дайын болды, пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте тәбеташарлықтай болып шыққан. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.